Армысыздар, ардақты ағайын, қадірменді ұлттық өнердің шын жанкүйерлері. Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазспорт телеарнасында көкпардан жасөспірімдер арасындағы ел чемпионаты. Микрофон алдында Нұрсұлтан Құдайбергенұлы, Ақмола облысы Көкшетау қаласы. Ал қадірменді ағайын, бүгін сіздер осы бәсекенің үшінші орнын иеленуге жалпы күш салатын, қола жүлде үшін керемет тартысты бір бәсекені тамашалайтын боласыздар. Алдарыңызда құлагер көкпар командасы және Солтүстік Қазақстан көкпар командасы. Құлагерліктер мына топта өнер көрсетпек. Мирас Орынбасар, Бейбарыс Ұлбұқар, Ербол Әбдіқалық, Оразалы Зибаш, Әділет Мамыт, Жандос Аталықов, Бекболат Смайыл, Бауыржан Әбдіназар, Ермұхан Исабай, Асқат Әбдірахман, Ерболат Төлеген, Нұрқасым Аман, команда жетекшісі Бақтыбай Шырынқұлов, команда жаттықтырушысы Нұржігіт Мырзабеков. Ал Солтүстік Қазақстан көкпар командасы мына топта өнер көрсетпек. Сейтжан Қарабай, Біржан Серікбай, Әділ Мусин, Нұрболат Шәкенов, Алтынбек Қақым, Қазған Қақелеев, Петр Драбышев, Руслан Мустафин, Нұрбек Қаласов, Сүйінбай Мұратов, Бақтияр Зейнуллин, Сұлтан Хайруллин. Команда жетекшісі Рамазан Махадов, команда жаттықтырушысы Рауан Смағұлов. Ал бүгінгі бәсекеде төрелік ететін төрешілермен таныс болыңыздар. Ортадағы төреші Ерлан Түсіпов, қапталдағы төрешілер Орынбасар Ахметжанов, Айбын Құрақбаев, Бораш Серғазинов. Осындай азаматтар бүгінгі бәсекеде төрелігін жасайтын болады. Өздеріңізге мәлім, осы жасөспірімдер арасындағы ел чемпионатында финалға қос бірдей команда жолдама алып шықты. Ол бірінші кезекте Әулиеата командасы А тобында және де Б тобында Ақмола облысының Жеке Батыр командасы. Жамбыл облысы және Ақмола облысы командалар арасындағы бәсекені келесі аптада көкпар бәсекесінен финалдық кездесуді тамашалайтын боласыздар. Ал енді өз тобында қарқынды өнер көрсеткен мінекей құлагер және Солтүстік Қазақстан көкпар командасы. Бұл жігіттер енді қола жүлде үшін ортада қазір тамаша өнермен өздерінің шапшандықтарын байқататын болады. Көкпар бәсекесі қадірменді ағайын, бұл нағыз білекті де жүректі жігіттердің бәсекесі. Кез келген адамның көкпар тартуға күші жетпейтіндігін барлықтарын жақсы білесіздер. Сол себепті нағыз баһадүр жігіттердің бәсекесінде жеңіске қай команда жетер екен, соны тамашалайық. Мінекей қазір сергек шеңберге тасталынды. Өздеріңіз көріп тұрғанда енді ауа райының сәл қолайсыздығы шаңның қатты көтерілуіне әсерін тигізуде. Бірақ дегенмен де әдегене мінекей құлагер көкпар командасының көкпаршысы бірден сергенің тақымға басып шабуылға шығып отыр. Әділет Мамыт, қадірменді ағайын. Әділет Мамыттың қазір сіздер шабуылға шыққан сәтінде байқадыңыздар. Өте мықты, көптеген бәсекелерде осы жастар арасындағы сайыстарда да өте өнерімен көзге түсіп талайды таңғалдырып жүрген шабандоздардың бірі болып саналады. Оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас ауданында дүниеге келген, көбіне Бөдене атты тұлпармен өнер көрсетеді. Енді Бөдене бұл Темірхан Айтбаев осы көкпардан Ашық Азия чемпионатында осы тұлпармен өнер көрсеткен болатын. Мінекей сол Темірханның ізбасарлары бүгінгі бәсекеде осындай тартысты сайыста жолығып отырған жайы бар. Ал енді серкені қазір Әділет Мамыт қазір командалық әріптесіне алмастырып үлгерді. Ол да керемет тактика. Дер кезінде ауыстыра білді, бірақ серкенің ойын алаң сыртына шығып кеткендігінде көріп отырсыздар. Солтүстік Қазақстанды көкпаршы қазір жұлып алғанымен бұл ешқандай бір нәтиже бермейді. Қазір енді ортада үлкен шеңберден бәсеке жалғасын табатын болады. Қос бірдей командан үздік деген көкпаршылар ортаға шығып мықтылықтарын байқатпақ. Енді байқап көретін боламыз. Көбіне осы көкпардағы жекпе-жек сайысын қас шебері атанып саналып жүрген лазер болса, енді бүгінде осы атқа сай келетін тұлпар әзірге табылған жоқ. Мінекей қазір өздеріңіз куә болғандай екінші нөмірдегі Бейбарыс Ұлбұқарды көріп отырсыздар. Керемет тақымына қазір мықтап қарагер арғымағымен серкені басып алды.
Бұл енді Қарақер арғымақтың тарихы тереңде жатыр. Сонау Шығыс Қазақстанда кейінлерінде Астана құрама командасының намысын қорған бүгін күнде онда осы Шымкент қаласындағы Құлагер көкпар командасын абыройын асыруға бар күш-жігерін салып жүр. Негізінде оңтүстік Қазақстан облысы нағыз осы көкпардың отаны деп саналса, жақсы жігітеген тұлпарлардың барлығы көбіне осы жақтан шығып жүрген жайы бар. Енді мына Қарақер арғымақтың да бүгінгі бәсекеде осы жекпе-жек сайысында командалық әріптестеріне өте үлкен мүмкіндік жасайды деген үмітіміз бар. Мінекей қазір Әділет Мамыттың Серкенің тақымына басып алып шабуылға шығып келетқан сәтін көріп отырсыздар. Қазандыққа жақындап қалды. Қандай әрекетті жасар екен? Басты мәселе осында. Ұтымды пайдаланып кетсе ғой шіркін. Бұл да керек дүние. Қазандыққа қазір мінекей бір табан жақындаған сәті салымды қалай лақтырар екен? Әттеген ай. Дер кезінде лақтырып кету керек еді. Қорғаныс күшті болды ма? Серкені түсіре алмады. Дегенмен де қазір жігіттердің шабуылдауы жаман емес. Қазандыққа барлығы топтасып тұрып алған. Тамаша салым болды. Мінекей қадірменді ағай. Жоқ, әлде болса Серкені түсіре алмай жатыр. Бұл Серке тура қазандықтың ортасына түсуі керек. Сонда ғана есепке алынатын болады. Бұл көкпардың нағыз білекті де жүректі жігіттердің өнері дейтін дегенізінде мәні осында жатыр. Барын салып жігіттер күш-жігерлерін байқатуы тиіс. Серке мінекей қазандықтың ортасына түскен жоқ. Қазір ортадағы төреші өз шешімін шығаратын болады. Байқасаңыздар, Серке тура қазандықтың түбінде, ал Құлагер және Солтүстік Қазақстан көкпар командасының жігіттері бар күш-жігерлерін салып ортада өнерлерімен өзгешеленіп жатқан жайы бар. Қазір байқайтын боламыз. Ұмтылыстарын қандай мүмкіндікті пайдаланар екен? Қарқындары жаман емес. Тек қана күш-жігерлерін ортаға салу керек. Барын салу керек жігіттерге. Барын салу керек. Аянып қалмау керек. Тамаша салым. Мінекей жігіттердің бірлескен бәсекесі осындай болады. Бұл салымды салған қадірменді ағайын Әділет Мамыт 1997 жылы дүниеге келген оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданының тумасы. Жарайсың, өте тамаша салымды орындап кетті. Осындай жігіттердің бірлігінің арқасында жалпы көкпар жыл санап қарқын алып келе жатыр. Жастар арасындағы, жас өспірімдер арасындағы жігіттердің деңгейі көп. Бұл да бір өз кезегінде осы көкпардың отаны саналатын оңтүстікте қарқынды дамуына күш беріп жүрген жалпы жігіттердің бірлігі бекем ағайын жұрттың арқасында екендігін біз әрдайым айта жүруіміз керек, қадірменді ағайын. Қазір мінекей Серкені тақымға басқан тағы да сол оңтүстік Қазақстан облысының көкпаршысы болатын. Бұл 4-ші нөмірдегі Оразалы Зибаш. Оразалы Зибаш жайында да көп айтуға болады. Бұл жігіт осы көкпарда жүргеніне осы жасөспірімдер арасындағы бәсекеде биыл бірінші рет қатысып отыр. Ал қазір енді ортада Бейбарыс Сұлбұқар мен Нұрбек Таласовтың ортасындағы жекпе-жек сайысы. Нұрбек әлде Бейбарыс қайсы палуан мықты болар екен? Қайсы жігіттің өнері өзгелерден оқ бойы озып кетер екен? Байқап көрейік. Қарқындары жаман емес. Өте керемет. Осы қарқыннан таймай күшейте берсе, мықты нәтиже көрсетсе, жақсы бір биіктіктерге қол жеткізеді деген үлкен үмітіміз бар. Жаман емес. Шабуылға шыққан сәті. Қазір мінекей Оразалы Зибашта сөз басында атап өткендей бұл жігітте 1997 жылы дүниеге келген. Оңтүстік Қазақстан облысында тұлпары Ақбақа енді нағыз мықты палуандардың тұлпарларын тақымдап
көбіне күштілігін байқатып жүр, бірақ қазір Солтүстік Қазақстан облысының көкпаршылары Серкені жұлып алып кетті. Серке ойын алаң сыртында. Қазір ортадағы кіші шеңберге, үлкен шеңберге тастайтын болады. Бұл жолы жекпе-жекке кімді шығарар екен? Енді Нұрбек пен Бейбарыстың арасындағы бәсеке әрмен қарай жалғасын табар ма екен? Расында мінекей. Нұрбек және Бейбарыс. Басым бөлігінде енді Бейбарыс мықтылық танытуда, жасыратын жоқ. Қарагер Арғымақтың көмегі көп болып жатыр Бейбарысқа. Енді Бейбарыс жайында да көп айта аламыз, қадірменді ағайын. Осы бір қуанарлығы оңтүстік Қазақстан облысында жігіттер осы атжалын тартып мінген күннен бастап көкпарға әуес болады. Жалпы ауыл арасында қазір қар қалың түссе де, қандай жағдай болса да осы көкпар бәсекесі көп ұйымдастырылады. Бұл өз кезегінде осы оңтүстіктегі жігіттердің бірлігінің бекем екендігін көрсетеді. Соның нәтижесінде өздеріңіз куә болып отырсыздар. Мына бәсекеде байқасаңыздар, ұмтылып шапшандығымен көзге түсіп жатқан жігіттердің қатары өте көп. Тамаша, қазір Серкені айналдыра басып жатқан жігіттердің де өнеріне куә болып отырмыз. Қарқындарына қарқын қосып жатыр. Бұл оңтүстік Қазақстан облысы көкпар командасының 7-ші нөмірдегі шабандозы Бекболат Смайыл, қадірменді ағайын. Бекболат Смайыл да өте шапшан, осы көкпардың жақсы қыр-сыры меңгерген көкпаршылардың бірі. Тамаша, мінекей салым. Бекболат Смайыл, қадірменді ағайын, 1997 жылы дүниеге келген. Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданында дүниеге келіпті. Тыртықсан атты тамаша арғымақпен өнер көрсетуде. Енді ересектер арасында Абылайхан Ишанбек, Бақтыбай Шырынқұлов, сол секілді Темірхан Айтбаевтың тұлпарлары, дүлдүлдері бүгінде осы жас өспірім арасындағы жігіттердің осындай жоғары деңгейде өнер көрсетулеріне мүмкіндік беріп отыр. Жалпы ағада буын өкілдерін салып кеткен сара жолы жас жігіттерге үлгі болуда. Аттарына демініп, қандай тактиканы қолдану керектігін барлығы бірлесіп бір жүйеде жүзеге асыруда. Серке кіші шеңберде. Байқасаңыздар, қазір нақты шабуылға шыққан жігіттердің өнеріне біз куә болып отырмыз. Аттың соққысы да қарқында жаман емес. Барған сайын үдете түсуде. Қазір ортада мінекей қайта жекпе-жек сайысы. Бүгінгі кездесуде жекпе-жек сайысы өте көп болып жатыр. Бейбарыс тағыда Нұрбек екеуі. Енді Бейбарыс қандай бір сайыста болмасын, ешбір мүмкіндікті бермей жатыр Нұрбекке. Нұрбекке енді осы сәтте Бейбарыстың бір осал тұсын тауып, басқа қырынан өнер көрсету керек сияқты. Әйтпесе Бейбарыстың бірден Серкеге жекпе-жек сайысына кіре салысымен Серкеге жармасып, тақымға басуы өте жылдам, әрі тез, әрі мықты жоғары деңгейде жүзеге асырылып жатыр. Сонысы аты да бір үлкен бір көмегін тигізіп жатыр. Осындай үйлесімдіктің арқасында бұл азамат жоғары деңгейде өнер көрсетуде. Қазір байқасаңыздар, бірден Әділет Мамытқа Серкені көтерткізіп жіберді. Енді бұл көкпаршы қалай қылар екен? Қазандыққа жақындаған сәті. Тамаша, Серкені лақтырды, бірақ тура ортасына түспеді. Есепті еселеуге мүмкіндік бар. Жігіттер күш-жігерлерін аямау керек. Бірақ Солтүстік Қазақстан көкпар командасының жігіттері тура қазандықтың түбіне жақындағанда қорғанысты бір күшейтіп жіберсе, ешкім жақындай алмай қалады екен. Тамаша. Қарқындары жаман емес. Шабуылдар күшейтілуде.
Мінекей енді қазір басқа арнаға бұрды. Серкенің басын шабуылда ауыстырып Әділет Мамыт бір айналдырып қарсыластарын алдап кетуге күш-жігерін салып жатыр. Бұл да керек дүние. Серкен лақтырған сәті. Бірақ Қазанлықтың тура ортасына мінекей қадірменді ағайын тура түсті. Салым есепке алынды. Бұл Әділет Мамыт 1997 жылы дүниеге келген. Түлкібас ауданында Бөдене атты тұлпарымен есептеселеді. Жарайсын, Әділет Мамыт бәсекенің 6 минутында есепті ашқан еді. Мінекей артынша осы бәсекеде 3-ші салымды салып, 2 рет өзінің қанжығасы майланды. Керемет. Ал 2-ші салым салған Бекболат Смайыл, жалпы шымкенттік шабандоздар бәсекені жоғары деңгейде жүзеге асыруға күш-жігерлерін салып жатқан жайы бар. Керемет. Осы қарқыннан таймауға тек тілектестік білдіреміз. Мүмкіндіктерін мүлт жібермеу керек деген үлкен үмітіміз бар. Есеп 3-0. Құлагер көкпар командасы алда келе жатыр. Тағда мінекей Серкен тақымға басып бірінші болып шабуылға шыққан Мирас орынбасар болатын. Бірақ мынау кіші шеңберде жатқан Серкені байқасаңыздар, Серкені сол жерден алуға оңтүстіктің жігіттері қанша ұмтылғанымен, солтүстіктің жігіттері ойналған сартында ығыстырып шығарып жіберу әдіс-тәсілдерін бір жоғары деңгейде жүзеге асырып жатыр. Ал мінекей мына жекпе-жек сайысында Бейбарысқа Нұрбек ешқандай қарсылық таныта алмады. Бәсекенің 1-ші минутынан жекпе-жек сайысында Бейбарыстың мерейі үстем болып жатыр. Мінекей бұл жолда қазір тура сол әдістерді жасауға барын салуда. Бұл өте керек, өте тамаша. Жігіттің бойындағы барлық осы көкпардың жекпе-жек сайысына жоғары деңгейде дайындықпен келгендігі көрініп тұр. Тақымға басты. Қазір шабуылға шығатын болады. Қазандыққа беттей шауып келе жатқандығына куә болып отырсыздар. Кімнің мерейі үстем болар екен? Әзірге қарқындары жаман емес. Қорғаныста күшті. Мінекей, қорғаныс тура осындай. Қос бүйірден қысып барлығын ойын сыртына қыстырып шығарып жібереді солтүстіктің жігіттері. Сонда бір керемет тактикалары бар. Бірақ қадірменді ағайын, өздеріңіз куә болғандай, осыменен бүгінгі кездесудің алғаш кезең аяқталды. Есеп 3-0. Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасы алда келе жатыр. Тамаша. Өте шапшаң, мінекей алғашқы кезеңнің өте бір үздік сәттерін назарларыңызға ұсынамыз. Жігіттердің дайындығы жаман емес. Әрбір әдісті жоғары деңгейде жүзеге асыра білді. Әсіресе Әділет Мамыт, Бекболат Смайыл. Әділет Мамыт 2 рет салынды болды. Бұл да өте бір қуанарлық жайт. Мінекей жекпе-жек сайысында бір керемет тәсілдерді қараңыздар. Аттың күштілігі, мықтылығы, оңтүстік Қазақстан облысының Қарагер арғымағы қай жағынан келіп соққы берсе де, солтүстіктің палуанына ешқандай жалпы мынау атына дес берместен бір орында қаққан қазықтай қадалып тұрып алуы бұл көкпарға жақсы дайындықпен келгендігін көрсетеді. Қандай тамаша салым, керемет. Жігіттердің дайындығы жалпы жоғары деңгейде екендігін осы кездесуден анық байқауға болады, қадірменді ағайын.
үшін салымды өте бір тамаша асқан шеберлікпен жігіттер сала білді. Бар күш-жігерлерін аямады. Қадірменді ағайын, назарларыңызда көкпардан жасөспірімдер арасындағы ел чемпионаты, Құлагер және Солтүстік Қазақстан көкпар командалары осы қола жүлде үшін талас, яғни күш-жігерлерін ортаға салып жатыр. Бүгінгі сайыста қай команда жеңіске жетеді? Сол командаға үшінші орын бұйыратын болады. Әзірге Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасы дес бермей келеді. Барынша өнерлерімен өзгешеленіп, мықтылықтарын танытуда. Бұл өз кезегінде команданың нақты бір жүйесі қалыптасқандығын, бәсекеге дайындықтың жоғары екендігін көрсетеді. Керемет. Тағы да мінеке шабуылға шыққан сәті. Қазандыққа бір табан жақындады, бірақ серкен лақтырауға мүмкіндік беретін түрі жоқ. Солтүстік Қазақстан көкпар командасының жігіттері барынша мықтылық танытуда. Қай жағын алып қарасаңыз да өте керемет. Жоғары дайындық, түрлі әдістер, тактикалардың барлығын керемет меңгерген. Жігіттердің осындай дайындығын арқасында бәсекелерде топ бастап жүрген жайы бар. Құлагер көкпар командасы жалпы сөз басында атап өткендей, Құлагер көкпар командасы осы елімізде көшбасшы командалардың бірі. Енді ересектер арасында болсын, жастар арасында болсын, жасөспірімдер арасындағы бәсекелердің барында үздік үштіктің қатарында жүреді. Енді бұл жігіттерге сәл үздік командамен бір топқа түсіп қалуы сәл қиындық тудырды. Енді Әулиеатамен бір А тобында өнер көрсетудің салдарынан бір нақты нәтижемен шыға алмады. Бірақ үшінші орында еленуге күш салып жатыр. Бар мүмкіндіктерін көрсетуде. Мінекей тағы да байқап отырсыздар Бейбарыстың мықтылығын. Ойынның екінші кезеңінде де тура бәсекені жаңағы осы жақында ғана бастағандай бірден күш-жігерін салып жатыр. Мінекей қарсыласы Нұрбек қанша серкені тартып жұлып алуға әрекет еткенімен Бейбарыс ешқандай мүмкіндік бермеді. Қазір мінекей үлкен шеңберден шықты. Барлық көкпаршылардың ойынға араласуына мүмкіндіктері бар. Шабуылға шығып жатқан жайы бар. Ұмтылыстар жаман емес. Тамаша. Тағы да мінекей булит әдісін жасауға көшті Оңтүстік Қазақстан көкпар командасының жігіттері. Аттың басы осындай сәттерде қайын болса шіркін көп көмегін тигізер еді, бірақ байқасаңыздар серкесімен осы қазір ойын алаңының сыртына шығып кетті. Солтүстік Қазақстан көкпар командасының шабандозы Біржан Серікбайдың тақымында қазір серке. Ортада қайта жекпе-жек сайыс ұйымдастырылады. Бейбарыс пен Нұрбек қайта. Мінекей керемет. Бейбарыс мықтылап серкен тақымға басып алды десек де болады. Мүмкіндіктерде барлық әдістер жаман емес. Қазір тура осы қарқыннан таймай шабуылға шығатын болады.
әрбір әрекет тәсілдерді кереметі жоғары деңгейде жүзеге асырып жатқандығының нәтижесінде өздеріңіз куә болып отырсыздар. Құлагердің жігіттері тамаша тактиканы қолданып жатыр. Бұл өз кезегінде командадағы жігіттердің абыроймен ойын көрсетуіне бар мүмкіндігін беріп отыр. Тамаша. Қазір мінеки Серкені жұлып алып шықты. Бұл көкпаршы Ермұхан Исабай. Ермұхан қалай қылар екен? Әттеген ай Серкесін түсіріп алды. Қазір командалық әріптесі Оразалы Зибаш Серкені тақымға дер кезінде басып үлгерді. Нағыз тартыстың қыза түскен сәті. Осындай сәттерде командалық әріптестерінің қолдауы көп қажет. Қазандыққа қазір беттей шауып жақын қалды. Тамаша. Қалай қылар екен? Толығымен Серке түскен жоқ қазандыққа. Барын салу керек. Мүмкіндік бар. Қазандықтың тура жанында 10-тің жігіттері барын салса, қазір есепте еселеуге мүмкіндіктері бар. Бірақ төрешінің ысқырығын байқадыңыздар. Ауыр жарақат салуға болмайды. Қазір мінеки тура тартыстың қыза түскен сәті Серкені жұлып алып кеткен. Қайта сол Ермұхан Солтүстік Қазақстан көкпар командасының жігіттері де ұмтылған екен. Тағы да жекпе-жек сайыс ұйымдастырылады. Бүгінгі бәсекеде жекпе-жек сайысы өте көп. Себебі қорғаныспен Серке ойналған сыртына шығып кеткен сәттерде түрлі әдістерді керемет жігіттер жасауда. Осының нәтижесінде мінеки тағы да Солтүстік Қазақстан көкпар командасының жігіттері бұл жолы тұлпарын алмастырды. Бақтияр Зинулин шықты Бейбарысқа қарсы. Мінеки енді Бақтияр басқа қарқында ойын өрдегін көрсетуде. Бұл керемет бір тәсіл. Қараңыздар, қандай текетірес. Арғымақтардың дайындығы. Осы атты ойынның бірінші бөлімнен бастап шығару керек еді Солтүстік Қазақстан көкпар командасына. Есеп басқаша деңгейде болар мейлі. Қазір қарагер арғымақтың өзі Бейбарыспен түк әдіс тәсілдер жасай алмай қалды. Торы тұлпардың мүмкіндігі барынша байқалуда. Есеп 3-0. Құлагер көкпар командасы алда келе жатыр. Мінеки Солтүстік Қазақстан көкпар командасының шабандоз Серкені алуға қанша мүмкіндігін барын салғанымен әттеген ай мүмкіндік бермей қойды. Тамаша, қараңыздаршы, аттың дайындығы. Қарсылас команданың көкпаршысын сырып шығарып жіберіп жатыр қайта-қайта. Қазір 2 минут уақытта өте шықты. Қазір басқа шабандоздар алмасып, екінші жұп ортада өз өнерін ортаға салатын болады. Оразалы Зибаш пен Нұрбек Таласов. Нұрбек мінеки қазір мүмкіндігімен Серкені алуға бар күш-жігерін салуда. Бірақ Оразалыны да біз осал көкпаршы емес екендігін қадірмен дағайын өте жақсы білеміз. Қараңыздаршы. Қандай деңгейде Серкені суырып алып шықты қазір. Үлкен шеңберден қазір барлық көкпаршылардың бәсекеге қатысуға мүмкіндігі бар. Серке кімге бұйырар екен? Тамаша. Оңтүстік Қазақстан облысы көкпаршыларының тақымында Асқат Әбдірахман қазір шабуылға шыққан сәтін көрдіңіздер. Асқат Әбдірахманды әттеген-ай қандай қорғаныс. Бірақ Серкесімен оса аттан құлап түскен Оңтүстік Қазақстан облысы көкпаршылары. Қандай соққы, ауыр соққы.
Алғашқы көмек көрсетілуде. Бәсеке жалғасады. Қазір Серке Шымкент көкпар командасы, яғни құлагерліктердің тақымында. Нөмірдегі сол Асқат Әбдірахман қайта бәсекеге араласты. Өз Серкені апарар мекен, әлде командалық әріптестерінің көмегіне жүгінер мекен? Командалық әріптесімен бірлесіп Серкені қазандықтың тура ортасына түсірді. Керемет, Оразалы Зибаш пен Асқат Әбдірахман қадірменді ағайын. Екеуі бірлесіп Серкені қазандықтың тура ортасына түсірді. Оразалы Зибаш пен Асқат Әбдірахман. Керемет, 1997 жыл дүниеге келген, Оңтүстік Қазақстан облысы, Тұлпар Ақбақай, Зибаш Оразалы осындай көкпаршы. Ал Асқат Әбдірахман да 1997 жыл дүниеге келген. Есеп 4-0. Бәсекелер барған сайын өте қарқынды қыза түсуде. Бұл өте керемет, жақсы дайындықтың үлгісі қадірменді ағайын. Тамаша, тағы да шабуылға шыққан сәті. Тамаша, салым, керемет. Жандос Аталықов қадірменді ағайын. 1997 жыл дүниеге келген, Тұлпары жүйрік. Керемет салымды орындай білді. Қараңыздар, қорғаныс тамықты. Әрі, соған қарамастан командалық әріптес екеуінің бірлесіп Серкені сілкіп лақтыруда, бұл асқан шеберліктің нақты нәтижесі. Керемет. Өте тамаша, осындай нәтижелі өнер көрсете білу керек. Жігіттер, есеп 5-0, құлагер көкпар командасы алда келе жатыр. Тағы да мінекей. Серкені бірінші болып тақымға басып алып шықты. Бекболат Смайыл. Қараңыздар, қандай деңгейде атты айналдырып, қарсыласына мүмкіндік бермей шаба білудің өзі бұл жігіттің мықтылығын, тектілігін, күштілігін байқатады қадірменді ағайын. Командалық әріптесіне дер кезінде Серкені алмастыруда Жандос Аталықов және Бауыржан Әбдіназарға Серкені көтерткізбекші. Осындай тәсілдермен бәсекенің көрігін қыздырып жатқан құлагер көкпар командасы. Тамаша, қазандыққа жақындаған сәті. 6-шы нөмірдегі Жандос қалай қылар екен? Командалық әріптесі мінекей көмекке келді. Екеулеп қазір Серкені лақтырар мекен? Тамаша, осындай сәттерде ерекше қолдау керек. Салым. Есеп 6-0. 6-шы салымды салған бұл Бауыржан Әбдіназар қадірменді ағайын. Жандос Аталықов екеуі бірлесіп есепті еселеді. 6-0. Керемет. Сұңқар Ақбозатпен өнер көрсетіп жатқан жігіттердің бұл бәсекедегі біз асқан шеберлігін байқап отырмыз.
Құлагер көкпар командасы 6-0 есебімен алдыға шықты қадірменді ағайын. Өте керемет. Жігіттердің дайындығы, шапшандығы ерекше көзге түсуде. Алтыда 0. Солтүстік Қазақстан көкпар командасының жігіттері бірде-бір салым салылмауда. Ойынның екінші кезеңінде тартысты әлі аяқталуға санаулы минуттар қалды. Бар мүмкіндікті жігіттерге салу керек. Жоқ. 1 минут уақыт өте шықты. Қазір жекпе-жек сайысы болады. Негізі көкпардың ережесі осындай. Өздерін жақсы білесіздер. Өте тартысты бәсеке. Бейбарыс пен Бақтияр Зейнуллин. Бақтияр мінеки соңғы бәсекеде ғана мінеки ортаға қазір жекпе-жек сайысынан шығатын тұлпарды шығарып, тамаша нәтиже көрсетуде. Солтүстік Қазақстан көкпар командасының жігіттері жалпы. Мінеки қараңыздар, қандай мол мүмкіндік жасап жатыр, бірақ үстіндегі шабанды сәл кішкене сылбырлық танып жатқан жайы бар Бақтияр Зейнуллин. Бірақ дегенмен де болашақта осы қарқыннан таймай дайындықтарын пысықтаса, торы тұлпар әлі талай бәсекелерде топ бастауына мүмкіндік беретіндігі сөзсіз. Тамаша, қарқынына қарқын қосып жатыр. Шабуылға шыққан сәті. Өте керемет. Құлагер көкпар командасы қазір осы қарқыннан таймай өнер көрсете берсе, сәл ғана уақыт қалды. Енді айқын басымдықпен жеңіске жетіп келе жатыр, бұл сөзсіз. Осы көкпардан жасөспірімдер арасындағы бәсекеде мінеки қадірменді ағайын, осымен уақыт та бітті. Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасы жеңіске жетті. Яғни көкпардан жасөспірімдер арасындағы ел чемпионатында 3-ші орынды Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасы иеленді. Жігіттерді жеңістермен құттықтаймыз, өте тамаша. Осы қарқыннан таймай, талай бәсекелерде топ бастауына тілектестік білдіргіміз келеді. Керемет. Есеп 6-0. Құлагер көкпар командасы жеңіске жетті. Енді сөз басында атап өткендей, Әділет Мамыт, Бекболат Смайыл, Зибаш Оразалы, Жандос Аталықов, Бауыржан Әбдіназар, сонымен қатар Асқат Әбдірахман сынды жігіттердің өнері өзгеше болды. Өте жоғары деңгейде өнер көрсетті. Ерекше атап өтуіміз керек. Және де Солтүстік Қазақстан көкпар командасынан Сүйінбай, кешірметінен Бақтияр Зейнуллин және осы көбіне Нұрбек Таласов жекпе-жек сайысында үздік қырынан таныла білді. Ал енді қадірменді ағайын, келесі аптада сіздер финалды тамашалайтын боласыздар. Яғни финалда Ақмола облысы және Жамбыл облысының Әулиеата көкпар командасы нағыз чемпионды анықтау үшін бар күш-жігерлерін ортаға салатын болады. Ал қадірменді ағайын, келесі аптаға дейін күн жақсы болсын деп бүгінгі хабарымызды қорытындылаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрдайым көкпарда тұлпарымыз сүрінбесін.